Теңіз аспаннан да көгілдір. Бұрын ұйқыда жатқан жамар таулардың орнын қалың тропикалық ормандар басқан. Жұмақтай жағажайлар мәдениеттердің, тілдердің және діндердің жарқын қоспасымен бөлісетін, адамдарының жылуы мен қонақжайлылығы бүкіл әлемнен келген туристерді таңғажайып сүйкімділікке, күлкіге және қарсы тұру мүмкін емес азғыруларға бөлейтін жерді елестетіп көріміз. Бұл кинодан алынған сияқты, солай ма? Бірақ бұл жер бар, және оның аты Маврикий аралдары. Әлемдегі ең сәнді бағыттардың бірі ретінде белгілі Үнді мұхитының ортасындағы бұл шағын елді аз ғана адамдар білетін тарих сақтайды. 5 жұлдызды курорттар мен экзотикалық коктейльдердің артында керең теңсіздіктер, отарлау кезіндегі жарақаттар және орындалмаған уәделер арасында күнделікті өмір сүру үшін күресетін халық бар. Бүгінгі видеода біз жағажайлар мен пальма ағаштарынан әлде қайда көп нәрсені зерттейміз. Біз Маврикий аралдарының жасырын бетін, оның жанды мәдениетін, әлеуметтік қайшылықтарын, адамдық сиқырын және бұл аралды жай ғана баратын жер емес, әлемге деген көзқарасыңызды өзгерте алатын, тәжірибеге айналдыратын құпияларын ашамыз. Бірақ бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылыңыз. Бұл сізге ештеңеге тұрмайды. Ал маған сіз үшін осындай мазмұнды шығаруға көмектеседі. Үнді мұхитының ортасында орналасқан Маврикий архипелагы көгілдір көк сулар арасында жоғалған сирек кездесетін асыл тас іспеттес. Оның қаншалықты оқшауланған және жұмақтай екенін түсіну үшін айта кетейін. Ең жақын ел Мадагаскар, бірақ ол да 900 шақырымға жуық қашықтықта орналасқан. Табиғат бұл жерді ерекше қамқорлықпен жасаған сияқты. Өте нәзік құмды жағажайларды, жағалауды сызып тұрған маржан рифтерін және таңғажайып пейзаждарға толы ішкі аумақты біріктірген. Аралдың орталығында тропикалық ормандармен және көз жетер жерге дейін созылған қант қамысы плантациялармен жабылған ежелгі жанартаулық түзілімдер басым. Оның стратегиялық орналасуын отаршыл империялар, қарақшылар мен саудагерлер қалаған. Ал бүгінде ол басқаша жаулап алушыларды, сән салтанат, демалыс және киноға лайықты көріністерді іздеген бай туристерді тартады. Маврикий аралдарын әсірелеп айтпай-ақ, планетадағы ең аралас қоғамдардың бірі деуге болады. Мұнда үндістер, африкалықтар, қытайлар, арабтар және еуропалықтар бірге тұрып, әлемдегі ең ерекше мәдени мозаиканың бірін құрайды. Бұл әр бөлігінің өзіндік тарихы бар және бәрі таңғаларлық үйлесімді түрде бірігетін этникалық мәдени басқатырғыш сияқты. Бұл аралас көгілдір аспандай айқын көрінеді. Үнді сәлделері, мұсылман орамалдары, түрлі түсті африкалық костюмдер, мешіттер мен орманда жасырылған ғибадатханалардың жанындағы шіркеулер. Бұл бір көшеден шықпай-ақ, әр түрлі елдерде жүргендей. Халықтың жартысынан көбі үнді тектес, британдық отарлау кезеңінде әкелінген жұмысшылардың ұрпақтары. Үнді діні басым дін болып табылады. Бұл Маврикийді ресми күнтізбесі үнді мерекелерін ұстанатын жалғыз Африка еліне айналдырады. Бірақ ең қызығы, олар көпшілік болса да, үндістер мұсылмандармен, христиандармен, буддистермен және дәстүрлі африкалық діндерге сенушілермен салыстырмалы түрде бейбіт өмір сүреді. Көшелерде тілдердің тұрақты қоспасы естіледі. Ағылшын тілі ресми тіл, бірақ
француз тілі бұқаралық ақпарат құралдары мен құжаттарда басым. Ал маврикий креолы, француз, африкалық және басқа да тілдердің қосылуынан туған тіл. Адамдарды күнделікті өмірде шынайы байланыстырады. Бұл әртүрлілік тек мәдени ғана емес, сонымен қатар сезімді де оятады. Көптеген туристер үшін жергілікті тұрғындардың экзотикалық сұлулығы сиқырлы. Үндістер мен африкалықтар араласқан әйелдер, күнге күйген алтын тері, тартымды күлкілер, өткір көздер, әдемі екпіндер және жылулыққа толы қимылдар. Бірнеше күн ғана аралда болғаннан кейін бірнеше келушінің ғашық болып немесе ғашықпын деп сеніп қалуы таңғаларлық емес. Бұл адамдық магнетизм Маврикийді осындай ерекше және күтпеген ететін нәрсенің бір бөлігі. Сән салтанат пен туризмнің жұмағына айналғанға дейін Маврикий аралдары адамзат тарихының ең қараңғы тарауларының бірі, құлдықтың сахнасы болды. 1500 жылдары Португалдар ашқан аралда ұзақ уақыт ешкім тұрмады. 16 ғасырда голландтар оны алғаш рет отарлады. Олар оны голланд ханзадасы Нассаулық Маурицтің құрметіне Маурикиус деп атады. Алайда олардың оккупациясы қиындықтарға толы және сәтсіз болды. Аралды шынайы түрде игеру француз үстемдігі кезінде 1715 жылы француздар келгеннен кейін басталды. Француз үстемдігі кезінде әсіресе 17 ғасырдан бастап мыңдаған африкалықтар өз жерлерінен ұрланып Маврикийге күштеп әкелінді. Олар қашшытыге жазалау, аштық және толық адамгершіліктен айыру жағдайында қант қамысы плантацияларында жұмыс істеуге мәжбүр болды. Олардың өмірлері бақылауда болды. Денелері қаналды, тұлғалары жойылды. Жер иелері үшін олар адам емес, ауыстыруға болатын, лақтырып тастайтын, үнсіз құралдар болды. Халықтардың, діндердің және мәдениеттердің осымсама араласуымен Маврикий күнтізбесі мерекелердің шынайы мозаикасы болады деп күтуге болады. Және бұл солай. Ел, үнді, мұсылман, христиан, Қытай және зайырлы мерекелерді тойлайды. Олар көшелерді, ауылдарды және қалаларды сенім, қуаныш және дәстүрдің тірі сахналарына айналдырады. Ең таңбалы фестиваль бұл елдегі ең үлкен үнді іс-шарасы Маха Шиваратри. Біздің ғасырдағы ең ірі ғибадат етушілер аралдың қақ ортасындағы қасиетті Гангаталау көліне қарай ақ киім киіп, күндер бойы қажылыққа барады. Онда олар мінәжат етеді, шам жағады және Шива құдайына құрбандық шалады. Әлем Маврикийді мөлдір сулармен қоршалған тропикалық жұмақ ретінде көргенімен, аралда тұратындар мүлде басқа шындықты біледі. Сәнді курорттар мен туристік ашыққаттардан тыс халықтың көпшілігі төмен жалақы, тоқтаусыз өсіп жатқан өмір сүру құны және өте шектеулі мүмкіндіктермен белгіленген ауыр өмірге тап болады. Маврикийліктердің шамамен 10% кедейлік шегінен төмен өмір сүреді және көптеген адамдар аптасына 6 немесе тіпті 7 күн жұмыс істесе де ең төменгі жағдайда өмір сүреді. Халықтың көпшілігі туризмнің негізінде жұмыс істейді. Тазалау, техникалық қызмет көрсету, аспаздық, бағбандық, көлік. Олар басқалар үшін жұмақты құрады, бірақ олар ұсынатын жайлылықты сирек пайдалана алады. Туристер теңізге қарайтын люкс бөлмелерде ұйықтаса, көптеген тұрғындар қарапайым үйлерде, алыс аудандарда немесе ауылдық жерлерде тұрады. Онда канализация, көше жарығы немесе қауіпсіздік жиі болмайды. Жастар арасындағы жұмыссыздық өсіп келе жатқан мәселе.
Көптеген адамдар шетелде, әсіресе Еуропада немесе Австралияда мүмкіндіктер іздеп аралдан кетуді армандайды. Басқалары қолдан келгенше әрекет етеді. Қолөнер бұйымдарын сатады, балық аулайды, бейресми секторда жұмыс істейді немесе жұмыс пен өмір сүру арасындағы шекара жоқ секторларға кіреді. Маврикий аралдарында тұру демалыста өмір сүру емес. Бұл әсерлі табиғи сұлулықпен бірге өмір сүру және сонымен бірге үлкен теңсіздіктер бар шағын елдің қиындықтарына тап болу. Іші аш болса да туристке күлімсіреу. Маврикий аралдарының астанасы Порт-Луи 1500 мыңнан сәл астам халқы бар шағын, бірақ жанды және қарама қайшылықтарға толы қала. 17 ғасырда француздар негізін қалаған. Ол әлі де отарлаудың көрінетін іздерін сақтайды. Ескі үйлер, форттар, мешіттер мен үнді ғибадатханаларының жанындағы католик шіркеулері. Барлығы уақыт тоқтап қалғандай көрінетін көрініске араласқан. Бір кездері құл саудасы және қант қамысы экспорты кезінде маңызды сауда орталығы болған порт әлі де ел экономикасы үшін өте маңызды. Бірақ қазір ол импорт-экспорт және өсіп келе жатқан круиздік туризм үшін стратегиялық орталық ретінде жұмыс істейді. Маврикий аралдары бүкіл әлемге өзінің тамаша жағажайлармен, яғни жылы және мөлдір сулардың табиғи бассейндерін құрайтайтын маржан рифтерімен қорғалған, көгілдір кеңіз, шайып тұрған ақ құмды алқаптарымен әйгілі. Бірақ аз адамдар бұл аралдың нағыз тамашасы жағалаудан әлдеқайда асып түсетінін елестетеді. Ішкі аумақта жанартаулық тектес таулар қалың өсімдіктермен жабылған. Ауыл шаруашылығы жазықтары мен тропикалық ормандар арасында көтеріледі. Олардың ішіндегі ең әйгілісі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасы деп жарияланған әсерлі жартас Леморн Брабант. Оған жақын жерде Шамарел сарқырамасы 100 метрге жуық биіктіктен құлап, кинодан алынғандай көрінетін тропикалық өсімдіктермен қоршалған. Жабайы табиғатты сүйетіндер үшін Қара өзен шатқалдары, ұлттық паркі соқпақтарды, сарқырамаларды, бақылау алаңдарын және елдегі соңғы табиғи ормандардың бірін ұсынады. Онда Маврикий күйкентайы сияқты сирек кездесетін құстарды және әлемнің басқа еш жерінде жоқ эндемикалық өсімдіктерді көруге болады. Әрине, теңіз туризмі аралдың асыл тастарының бірі. Маржан рифтеріне сүңгу, катамаранмен серуендеу, дельфиндермен жүзу және адам тұрмайтын аралдарға экскурсиялар жұмақтағы шытырман оқиғаларды іздейтіндердің маршрутының бір бөлігі болып табылады. Қорытындылай келе, Маврикий аралдары сөзсіз планетадағы ең таңғажайып бағыттардың бірі. Табиғат әрбір егжей-тегжейге көңіл бөлген сияқты. Таң қалдыратын жағажайлар, жасыл таулар, мөлдір сулар және суреттерге ұқсайтын күн батулар. Бірақ бұл аралды шынымен ұмытылмас ететін нәрсе тек оның пейзаждарында ғана емес, оның адамдарында, олардың тарихында, әр бұрышта соғып тұрған қарама қайшылықтарда. Енді сіз айтыңызшы, контрасттарға толы бұл жұмақта сізді не қызықтырды? Егер сіз бұл видеоның соңына дейін жеткен болсаңыз, лайк басыңыз және арнаға жазылып қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыз. Бұл маған көбірек видео шығаруға ынталандырады.